Сәлеметсіздер ме? Мен Жабай алманың қорытынды видеосын түсірмекпін. Ең алғашқы сұрақ, ол басты идеясы не кітаптың? Менің ойымша, ол соғыс жылдарындағы ауыл өмірі, ауыр тұрмыс, қажырлы еңбек туралы айтылады. Сол жылдардағы қарапайым халықтардың ауыр өмірі баяндалады. Негізгі түйіні жақсыдан үйреніп, жаманнан жирену болып табылады. Екінші сұрақ, повестің маған тигізген эмоционалды және рухани ықпалы не болып табылады? Эмоционалды жағынан ол көп түрлі эмоциялар сыйлады. Өйткені мен бір кезде оқып жатып жылап та алдым, кейде Қанаттың түрлі әңгімелерінен күліп те алдым, кейде жаным ашып, әртүрлі қиындықтарына жаным ашыған сәттер болды. Рухани ықпалына тоқталсақ, мен түсінгенім соғыс жылдарындағы қиындықтардың біздің басымызда болмағанына шүкіршілік еттім. Мысалы, сол ауылда бірде-бір ер азамат болған жоқ. Барлығы үлкен аталар, қариялар болды. Ал біздің заманымызда ондай қиындық жоқ, және біз өте бақытты адамдар екеніне көзім жетті. Үшінші сұрақ, бір шығармадан үзінді сипаттау, мазмұндау. Яғни бір жағдай болды, ол Назира мен Тоқтардың анасының қайтыс болуы. Ол күтпеген жағдай болды, және олардың отбасыларына үлкен қайғы болып келді. Өйткені анасы жалғыз қамқоршылары, асыраушылары болған еді. Бұл жағдай балаларға ауыр болғанмен, олар сынбай, сол қиындықтан аман-есен өтіп шықты. Осы үзінді маған қатты әсер етті, себебі ата-ананың рөлі бала үшін үлкен маңызды рөл болып табылады. Төртінші сұрақ, бір кейіпкерді таңдап, ішкі жан дүниесін сипаттау. Мен Қанатты алдым. Қанат өйткені басты кейіпкер ретінде сомдалады. Ол бүкіл шығармадағы бірінші жақ болып сипатталады. Ол барлығын айтып, оқырмандарға жеткізгендей болады. Оның ішкі жан дүниесі мені таң қалдырды. Себебі кішкентай болса да өзінің жауапкершілігін білген адам болды. Еңбекқор, ата-анасына көмектесу деген нәрсені жақсы білген азамат болған еді. Қанат тіпті маған мотивация берді деп айта аламын, өйткені оның арқасында мен тіпті жұмыс жасап көрдім. 10 күнде еңбектің не екенін түсіндім. Егер мен Қанаттың орнында болсам, ондай ерлік, төзімділік болмас еді деп ойлаймын. Өйткені қазіргі заманда ондай қиындықтар болмаған, ешкімде болмай қойсын деп тілеймін. Қорытындылай келе, Жабай алма кітабы маған қатты ұнады. Барлығына кеңес беремін.